Ассаламу алейкум қыздар, қалдарыңыз қалай? Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода сіздермен бірге пиязды ерекше әдіспен маринадтайтын боламыз. Алдымен пиязды тазартып, жақсылап жуамыз, кейін дәл видеодағыдай дөңгелек формада, шамада 5-6 мм етіп кесеміз. Мен 1 литрлік банкаға жасаймын. 1 литрлік банка үшін 4 орташа пияз жеткілікті. Толық керекті заттарды описание бөліміне жазып қалдырамын. Пияздың қалыңдығы дәл мінекей видеодағыдай болу керек. Жарты қызылшаны шикідей үккіштің майда шешесінен өткізіп дайындап аламыз. Бізге 1 литрлік банка қажет, стерилдеудің қажеті жоқ, тек тазалап 1 рет жуып жіберсеңіздер жеткілікті. Банкамызға алдымен орташа көлемдегі 1 дана лавр жапырағын, 10 шақты дана қара түйіршік бұрышты және де үккіштен өткізіп қойған қызылшамыздың тең жартысын саламыз да пияз бөліктерін қызылшаның үстінен орналастырамыз. Дәл видеодағыдай пияздарды тігінен орналастырсаңыздар өте әдемі көрінеді, бірақ бұл міндетті емес. Терезеден түскен жарықпен банка кішкене шағылысып қалыпты, айып етпеңіздер. Енді пияздың үстінен 1,5 шай қасық тұз салып уксус құямыз. Менде 9% уксус, шамада 3-4 шай қасықтай құямын. Ал сіздерде уксустың пайызы жоғары болатын болса, мөлшерін кішкене азайтқандарыңыз дұрыс. Ең үстіңгі бөлігіне үккіштен өткізілген қызылшамыздың қалған жарты бөлігін салып, кішкене тегістеп, қарапайым салқын суды толтырып құямыз. Мейлінше банканы дәл видеодағыдай силиконды қақпақпен жапқандарыңыз жөн. Біздің маринадымыз осымен дайын. Дәл осы күйінде балконда немесе тоңазытқышта 3 күнге дейін сақтаймыз. 3 күннен кейін алып жей берсек болады. Тұздары еру үшін дәл видеодағыдай қозғап қоюды ұмытпаңыздар. Видео рецепт сіздерге пайдалы болады деген ойдамын. Видеоны ұнаса міндетті түрде лайк басып, пікір қалдыра кетіңіздер. Арнаға жазылып қоюды да ұмытпаңыздар. Келесі видеода көріскенше.